Армысыздар, ардактуу агайын, кадырменде көрөрмөн, эфирде элге кызмет кабары. Біз бүгін Қарағанды облысы Дін істері басқармасына арнайы ат басын бұрдық. Басқарма басшысы Жанболат Ахуанұлымен сұхбаттасып, ой бөлісетін боламыз. Hoş gördük. Elge hizmet kabarıp, özünüzün сұхбаттаспаққа келдік. Рахмет. Жолшыңыз. Алдымен өзіңіздің еңбек жолыңызға үңіліп өтсек, бұл мемлекеттік қызметке қашан қалай келдіңіз, кім себепкер болды? Бізде енді жалпы менің мемлекеттік қызметке келуім ол 2013 жылы осы жақта жоғарғы оқу орнын тамамдағаннан кейін енді бәріміз ойымда осы мемлекеттік қызметке келу керек болды да. Өзім осы қалада тұрсам да ол уақытта мен 8-ші сыныптан бастап осы қалада осы Майқұдық елді мекенінде Қарағандыны тұрғам. Ол кезде бірақ қызмет өтілі керек, басқа керек, кішкене мемлекеттік қызметке бірден кіру қиындау болды да. Содан кейін өзімнің туып өскен ауылым Нұра ауданы Кертінді ауылында жергілікті ауылдық әкімдікте жетекші маман. Сондай лауазым бос болды да. Сол жерге конкурс арқылы өтіп, өзім сол ауылдан бастауға бел будым. Содан кейін сол ауылда бір жылдың көлемінде ауылда жұмыс істедім. Одан кейін жаңағы ауылда жүріп, ауданға есептейміз, айлық есебіміз бар, 90-дық есебіміз бар. Сол есептерді тапсырып жүрген кезде аудандық әкімдікте орын босады. Сол кезде бірге жұмыс істеп жүрген азаматтар бүгінгі күні олар да осы Қарағандыда жұмыс істеп жатыр. Солардан ұсыныс болып, аудандық әкімдікке бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне бас маман болып келдім. Ол жерде 3 жылдың көлемінде жұмыс жасадым. Одан кейін уақыт өте келе осы қалаға кетуге бел будым. Сол кезде қалаға осы жаққа келген кезде осы дін істері басқармасына қарасты бізде конфессияаралық проблемаларды зерттеу және талдау орталығы бар. Сол жерде ол мемлекеттік лауазым, мемлекеттік қызмет емес, бірақ азаматтық қызметші ретінде сол орталыққа инспектор болып кірдім. Жұмысқа орналастым. Сол жерде инспектор болып бір жарым жыл сол орталықта қызмет атқардым. Одан кейін осы басқармаға қаржылық әкімшілік бөліміне бас маман заңгер болып ауыстым мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеу арқылы. Содан басқармада бөлім басшысына шейін 2,5 жылдың ішінде басқармада бөлім басшысы лауазымына шейін көтеріліп, осы жерде бөлім басшысы болып жұмыс атқардым. Одан соң облыстық әкімдікте, облыс әкім аппаратында терроризмге қарсы комиссия деген бөлім бар. Сол бөлімге басшы болып конкурстық іріктеу арқылы өттім. Одан кейін сол аппараттың ішінде, облыстық әкімдіктің аппараттың ішінде ұйымдастыру инспекторлық бөлімнің басшысы болдым. Содан осы биылғы жылдың ақпан айынан бастап осы дін істері басқармасы басшысы лауазымына тағайындалдым. Былайша айтқанда, туған ауылға барып, сол жерден еңбек жолын бастап, түлеп ұшып, облыс орталығына келіп, барлық сатыдан өт. Солай деуге де болады. Енді менің сол кезде оқу бітіріп, мемлекеттік қызметке өту үшін тест тапсырады ғой. Сол кезде тестімді тапсырып, сертификатым қолымда жүріп, ол ауылға кетуіме де жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, себепкер болған деп. Өзіміз ауылда жүргенде енді барлық ауылдың балалары ұқсап спорттық үйірмелерге баратынбыз. Сол кезде ауылда біз қазақ күресіне барған болатынбыз. Сол кезде біздің өзіміздің жаттықтырушымыз Еркін Серікбайұлы деген сол уақытта ол кісі біздің ауылдың әкімі болған. Сол кісімен хабарласып, ол кісі өзі енді жас мамансың, қызмет өтілің жоқ, қалада саған жұмыс табу қиын болады. Не болса да осы ауылда туып өстің, бізде о жақта маман жетіспейді. Сол себепті не болса да кел ауылдан баста деп сол ауылға барып сондай бір жұмыс жасаған болатынбыз. Енді ол кезде ауылда спорт саласы бар, білім саласы бар, мәдениет саласы бар, барлық жан-жақты жұмыс қой. Ол кезде мысалы бұл жақта енді бір бағытта айналысатын бөлім емес, бір ауылдық әкімдіктің аппараты, оның ішінде 4 бас маман болдық, әкім болды. Сол осындай жағдайды бастан өткергенбіз, ауылға барып қызмет бастап. Күрестегі бапкер себепкер болды. Балалық мектеп жасымыздағы өзіміздің бапкеріміз ғой. Ол кісі әлі ауылда тұрады, сол ауылдың тұрғыны.
Күресте нәтиже қандай, жеткен жетістік? Енді ондай бір керемет бір алып соғып жағатындай болған жоқ. Біз бірақ бұл жаққа келген кезде де дайындалып жүрдік. Аудандық жарыстарды ұттық, облыстық жарыстарда жүлдегер атанып, сөйтіп елмен қатар жүрдік. Хабарымыздың атауы елге қызмет, жалпы елге қызмет сөзін қалай түсіндіріп айтып берер едіңіз? Айтып тұрғандай, бұл мемлекеттік қызмет дегенде жалпы елге, халыққа қызмет деп түсіну керек. Бұны енді біз өзіміз жастайымыздан ойымызға сіңірдік. Мен өзім ата-анадан ерте қалғым. Сосын ауылда атам мен әжемнің қолында тәрбиеленгем. Сол кезде маған тәрбие берген әжем барлық саналы ғұмырын мектепте мұғалімдік қызмет етіп өткен, оқушыларға да тәрбие беріп, дәріс берген адам. Соны көріп өстік. Одан кейін атам барлық саналы ғұмырын, сол үйде болғандағы атам барлық саналы ғұмырын осы мемлекеттік қызметке арнаған адам. Сол уақыттан бастап біз халыққа, елге қызмет деген барлығы көз алдымызда болды. Сол себептен бүгінгі күнде де мен өзімнің жасап жатқан қызметіме сәйкес бізге міне осы елдің арасындағы бірлікті, конфессияаралық, енді өзіміздің жасап жатқан дейміз ғой, дінаралық, конфессияаралық келісімді нығайту, соған байланысты ол өзімнің менің жақындарымның да қауіпсіздігі, еліміздің тұрақты дамуы, мен елге қызмет деген өзімнің атқарып жатқан қызметімді осы мағынада түсінемін. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баста. Өмірлік ұстаным осы. Мен ылғи да бұны өзімде айтып жүремін. Кез келген өзгеріс болса, мен қызметкерлермен сөйлескен кезде де, мысалы, бізде әртүрлі жағдай болады ғой. Сол саладағы салалық басқарма ретінде, мемлекеттік мекеме ретінде, сол мемлекеттік мекеменің маманы ретінде соған жауапты. Сен өзің не істедің? Сол жұмыстың сапалы, жүйелі жүруіне деп сондай сұрақ қоям. Кез келген нәрсені адам өзінен бастау керек деп. Қай уақытта, қай кезеңде болмасын, дін саласы өте өзекті екендігін жақсы білесіз. Қай қоғамда болмасын, осы салаға басшылық етіп келе жатсыз. Жалпы сіздердің тараптан қандай жоба, жоспарлар, жұмыстар жасалып жатыр? Соған тоқталып өтсеңіз. Енді бұл салада мен өзім жаңа атап өткендей 2016 жылдан бастап негізі сол қалай осы жаққа облыстық деңгейге ауысып келдім, содан бастап қызмет жасап жатырмын. Енді біздің басқарма өзіңіз айтып өткендей жаңа адам баласы қанша өмір сүрсе, сонша уақыт дін мен адамның өмірі солай қоса келе жатыр. Енді біздің басқарманың басты бағыттары ол тұрғындардың діни, құқықтық сауаттылығын арттыру, ол ақпараттық түсіндіру жұмыстары, біз өзіміз тұрғындардың санаттардың түрлілігіне байланысты әртүрлі өзіміздің жұмысты жүргізетін әдістеріміз бар. Содан кейін мынау қазір өздеріңіз білесіздер, ақпарат заманы, интернет кеңістігінде көптеген ақпараттар, материалдар бар. Сол біз интернет кеңістігінде ақпаратта қарсы насихат жұмыстарын жүргіземіз. Одан кейін нақты бізде оңалту жұмыстары бар. Яғни жаңағы зардап шеккен, жапа шеккен азаматтармен біз оңалту жұмыстарын жүргіземіз. Ақпарат ағын тасқындаған 21 ғасырда төтеп беру өте оңай емес, мониторинг жасау, сараптап, салмақтап, әрбір ақпаратты бақылап, бағамдап отыру оңай емес, дегенмен осы бағытта жасалып жатқан жұмыстарға тоқталып өтсек. Бізде енді бұл мәселе бұрынғыға қарағанда көп түзелді. Қазіргі таңда бір жүйеге келді. Біздің облысымыздың өзімізде мысалы 212 құрамында 212 адам бар. 14 ақпараттық түсіндіру топтары, осы дін саласындағы ақпараттық түсіндіру топтары жұмыс жасайды. Біздің ондай топтарымыз 14 деп айтып отырған әр қалада, әр ауданда бар. Содан кейін облыстық ақпараттық түсіндіру топтары бар. Олардың ішінде теолог мамандар, дінтанушылар, заңгерлер, осы өзіміздің қоғамның беделді азаматтары. Мысалға келтіретін болсақ, бізде осы ақпараттық түсіндіру топ мүшелерімен жыл басынан бастап 2,5 мыңнан астам іс-шара өткізілді. Оның ішінде біз өзіміз айтамыз, экономикалық белсенді дейміз. Сол экономикалық белсенді тұрғындардың ішінде 150 мыңға жуық адамды қамтыған осындай ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Және арнайы кездесулер, халықпен кездесулер? Сол халықпен кездесу айттым ғой, тұрғындардың санаттарына сәйкес, мысалы біз
ұжымдармен, басқалармен сондай ресми кездесулер, семинарлар, сондай тренингтер арқылы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізсек, өзін-өзі қамтушылармен мысалы біз түрлі акциялар жүргіземіз. Ақпараттық материалдар тарату арқылы, мысалы сауда үйлерінде, өзіміздің базарларда, басқаларда бұны білу маңызды, әртүрлі сондай мобильді, мысалы жұмысқа тұрғызу пункті арқылы ақпараттарды таратып, сондай жұмыстарды бүгінгі таңда жүргізіп жатырмыз. Одан кейін жаңа оңалту деген өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда мысалы дінді ұстанып жүрген адамдардың ешқайсысы оны дұрыс емес жол ұстанып жүрмін, немесе дұрыс емес бағытта жүрмін деп ойламайды ешқашан. Бізге көптеп біз енді бұл салада көбіне былай жабық түрде жұмыс істейміз. Бізде көбіне ата-аналары, жақындары, туыстары сондай уәждерін айтып келеді. Сол кісілердің өздерінің сұранысына сәйкес біз азаматтармен оңалту жұмысын жүргіземіз. Енді жаңағы интернет кеңістігі деп айтып өтсек, біз осы жыл басынан бастап бізде басқарманың орталық мамандары өзіңіз айтып отырсыз, мониторинг жүргізеді, материалдарға талдау жүргізеді. Сол талдаудың нәтижесінде жыл басынан бастап 5000-нан астам материал кибернадзор деген жалпы республикалық бағдарлама бар, жүйе. Сол жүйеге 5000-нан астам деструктивті элементтері бар материалдар бұғаттау үшін енгізілді. Оның үстіне бізде жаңағы интернет кеңістігінде болсын, басқа да жолдар арқылы тұрғындардың арасында тарату үшін біздің орталық пен басқарма мамандарымен 200-ден астам ақпараттық материалдар жасалып тарады. Көп жағдайда діни экстремистік идеологияның құрбандары кімдер деп айтар едіңіздер? Және оларды бір арнайы топқа, санатқа бөліп қарауға болады? Дұрыс емес бағытта, дұрыс емес жолда жүрміз деп ешқашан санамайды. Сол себепті бізде өзімізде жаңа ақпараттық түсіндіру топ құрамында да теологтар бар дедік. Осы жерде де арнайы оқу бітіріп келген білімдері бар азаматтар бар. Ол кісілер, мен айттым ғой жаңа, ол бізде көбіне жабық түрде жүргізіледі. Сол кісілермен жеке оңалту кездесулері өтеді. Бұл жалпы негізі бізде ең басты мақсатымыз олардың діни көзқарасын анықтау. Діни көзқарасын анықтау ол жалпы қоғамның қауіпсіздігі үшін бізде. Егер де жаңағындай бір деструктивті, радикалды элементтер анықталып жатса, олармен ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Бұл жерде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының да жұмысының көп үлесін атап өтуге болады. Бүгінгі таңда бізде барлық жұмыстарымыз осы жалпы Қарағанды облысының аумағында бізде 280 діни бірлестік бар. Барлық осы дін саласындағы жұмыстардың барлығы сол діни бірлестіктердің ресми өкілдерімен бірлесе жүзеге асырылады. Оңалту жұмысында өзіміздің дәстүрлі исламды насихаттау жұмысында бұл жерде Қазақстан мұсылмандары діни басқарма, өзіміздің халықтың аузында жүргенде мешіт дейміз ғой, мешіт қызметкерлері, имамдардың да қызметін атап өткен жөн. Жақсы түсінікті. Жалпы осы енді теріс ағымдағы идеологияның құрбандары көбіне кімдер? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл жерде нақты бір санаттарға бөліп қойып қарастыру мүмкін емес. Себебі бір әр жағдайдың өзінің бір себептері мен салдары бар. Бұл жерде әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарымыз да бар. Бұл жерде белгілі бір жетістіктерге жеткен кәсіпкерлеріміз де бар. Бұл жерде сол себепті санатқа бөліп қарастыру мүмкін емес. Әр жағдайдың өзінің себептері мен салдары бар. Оны әр жағдайды жеке-жеке ғана қарастыруға болады. Діни ізденіске түскен адамдарға айтар кеңесіңіз, ой пікіріңіз қандай? Оған дейін айттық та, қазір де айтып та жүрміз, ары қарай айта да береміз. Осы бір діни білім алғысы келген, немесе өздері сондай ізденісте жүрген азаматтарымызға, ол тек қана жастарға байланысты емес, барша осы өзіміздің тұрғындарымызға, азаматтарымызға айтатынымыз, бүгінгі таңда біздің елімізде діни білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Өзімізде жоғарғы оқу орындары да бар, колледж статусын алған медреселеріміз де бар. Біздің өзіміздің, жаңа айтып өттім ғой, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мешіттері деп, солардың жандарында сауат ашу курстары да ашылған. Діни білімде ізденісте жүрген азаматтарымызға тек қана осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты, солармен мақұлданған жерлерден білім алуды кеңес беремін. Одан кейін бағана ақпарат желдей ескен заман деп айтып өттік өзіміз.
интернет кеңістігінде өзіміздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жергілікті өкілдіктердің біздің басқарманың ресми сайттары бар, сенім телефондары бар, барлық ақпарат сол сайттарда қамтылған. Егер де бұлай онлайн дейміз ғой, қашықтықтан білім аламыз десе де, ондай жағдайда бізде қарастырылған. Біз енді облыс орталығында әр мешіт жанынан арнайы оқытатын орталықтар бар, әр мешіттің жанынан деп айта алмаймын, әр мешітте дәрістер жүргізіледі. Мысалы, қазір барлық отбасыңмен ілім ал деген қыз балаларға, әйел азаматтарға, еркектерге барлық жаңағындай дәрістер жүргізу қарастырылған. Нақты сауатташу курстары бізде қалалық Әл-Мәшәни мешіті мен сосын Қарағанды қаласынан 5 шақырым жердегі орналасқан Үштөбе елді мекеніндегі Қажыбай қажы атындағы мешітте сол жандарынан сауатташу курстары ашылған. Кейіннен ашылды ол медресе? Иә. Өткен жылы ғана алдыңғы жылы мешіт салды. Алдыңғы жылы мешіт салды. Оқу ағарту орталығы деп айтамыз өзіміз. Оқу ағарту орталығы биыл жылы ашылды. Биыл осы жазда маусым айында ашылды. Бізде енді көбіне өзімізде дін істері басқармасы дегеннен кейін тек қана бір ислам дінін қамтитын басқарма сияқты халықта сондай бір түсінік қалыптасып қалған. Негізі жаңа өзім айтып өттім ғой, бізде жалпы облысымыз бойынша 280 ресми тіркелген діни бірлестік бар деп. Олардың барлығымен де біз жұмыс жасаймыз. Бұл жерде тек қана мешіт емес, шіркеулер бар, құлшылық ету бөлмелері бар, синагогалар бар. Солардың барлығының жұмысы қазіргі бізде өзімізде заңмен белгіленіп бөлшек берген сол заңның аясында шеңберінде олардың қызметінің барлығына талдау, мониторинг жүргізіліп, тиісті қорытынды шығарылып отырады. Әр діннің және әр бағыттың өзіндік ерекшелігі бар. Оларға жүргізетін жұмыс бөлек дегенде. Бізде басқармасы деген соң, ол ислам ғана деген. Көп тұрғындарымыздың арасында сондай бір ой пікір қалыптасып қалған. Бұл жерде енді біз өзіміз бірінші кезекте атап өтетініміз конституциямызға сәйкес еліміз зайырлы мемлекет. Зайырлылық түсінігінде біздің тұрғындардың арасында көбіне азаматтарымыз дұрыс түсінбей жатады. Зайырлылық дегенімізді атеизммен шатастырып жатады. Осы бізде осы зайырлық мемлекетіміздің зайырлық қағидаттарын сақтау мақсатында біздің басқарманың жұмысын аясында діни бірлестіктер клубы бар. Жаңа өзіміз айтып өттік қой, қарай конфессияаралық келісімді нығайту деп, сол біздің діни бірлестік клубының құрамына мүшелікке осы біздің жалпы Қарағанды облысында Қазақстандағы бар 18 конфессияның 15-і бар тіркелген. 15 конфессияны құрайтын 280 діни бірлестіктер келген. Соның барлығының өкілдері жаңағы біздің діни бірлестіктер клубының құрамына енгізілген мүшелікке. Олармен біз ай сайын жұмыс жүргіземіз, олардың өздерінің ұсыныстарын, ой пікірлерін тыңдаймыз. Кез келген осы мәселеде туындаған бір жағдайлар болса, оларды солармен талқыға салып жұмысты солайына жүргіземіз. Соның діни бірлестіктердің арасындағы конфессияаралық қарым-қатынастарды нығайту мақсатында олармен сондай жалпы жұмыс жүргіземіз. Жақсы рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, арнайы сұхбаттасып, ой бөліскеніңізге. Бастаған істеріңіз берекелі болсын. Сіздер енді 4-ші билік өкілдерісіздер ғой. Бұдан бұрын бір жұма бұрында сіздердің әріптестеріңіз келіп кеткен. Мен жүрген жерімде бәріне айтып жүрем. Біз әрдайым 4-ші билік өкілдеріне ашықпыз. Себебі тұрғындардың арасында жалпы қоғамда пікірді ақпарат қалай беріледі, қоғамдық пікір солай қалыптасады. Сіздердің жұмыстарыңызды біз үшін өте маңызды. Сол себепті сіздерге де қызметтеріңізге сәттілік тілеймін.